Қызылорда облысы Арал ауданы Жақсықылыш кенті номер 19 орта мектебінің мектеп алды даярлық Ә сыныбының тәрбиешісі Қарсақбаев Ағзада. Пәні сауат ашу негіздері. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бауырсақ пен құрт. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз сергіп алайық. Білер қазақ баласы, сәлем сөздің анасы. Бәріне де ізетпен біздер сәлем береміз. Қайырлы таң қонақтар. Балалар, бауырсақ пен құрт ертегісін тыңдаймыз. Бір күні апам бауырсақ пісіріп құрт қайнатты. Құрт пен бауырсақ ең құрметті орынға қайсымыз лайықты деп таласып қалды. Құрт бірден сөреге шығып алды. Ал бауырсақ дастарханның дәл ортасына жайғасты. Дастарханға алдымен нан қою дәстүрі осылай бастапты. Балалар, келесі тапсырмамыз мына суретке қарап, суреттен Б дыбысы естілетін зат атауларын атаңыздар. Өте жақсы, керемет. Балалар, қазан бетінен аспанға ұшып жатқан не? Осы зат атауларын буынға бөліп, дыбыстық талдау жасайық. Бу, бұзау, бауырсақ, бота сөздерін дыбыстық талдау жасаймыз және сөздерді буынға бөлеміз. Келесі тапсырма. Бауырсақ неден жасалған? Б дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жаса. Бидай. Бидай сөзін қайталап айтамыз. Бидай сөзінің басында қандай дыбыс естіліп тұр? Балалар, Б дыбысы. Яғни бүгін Б әрпімен танысамыз. Б дыбысын айтқанда еріннің бір-біріне әуелі нық тиіп, артынша кілт ашылуынан пайда болады. Б ұяң дауыссыз дыбыс. Бәріміз кәнеке қосылып айтайықшы. Б ұяң дауыссыз дыбыс. Өте тамаша. Балалар, Б әрпімен таныс болайық. Мынау Б әрпінің баспа түрі. Қолтырауын қай әріпке ұқсайды? Барабан ұстап тұрған бала қай әріпке ұқсайды? Келесі тапсырмамыз. Қай цифр Б-ға ұқсайды? Балалар, келесі тапсырмада 6 таяқшадан Б әрпін бейнелеп жасап берейік. Ал енді жазу үлгісіне қарап, Б әрпінің баспа түрін жазамыз. Назарларыңызға рахмет балалар, сау болыңыздар.